бекерші, екі қолы бос болып, бейшара болып өмір сүрген адамды ұнатқан емес. Бір күні мешіттің алдынан шықса, бір кісі қайыр сұрап отыр дейді. Пайғамбарымыз жанына келіп, амандасады. Сөйтіп, ол жігіттен сұрайды, есімің кім? Менің есімім Хаким дейді. Бәрекелді. Бала шағаң бар ма? Иә. Не жұмыс жасайсың? Ешқандай. Қолыңнан не келеді? Ешнәрсе келмейді. Тек қайыр сұрап отырсың ба? Иә. Үйімде не бар дейді. Ешнәрсе жоқ, ойлан дейді. Мүмкін бір нәрсе табарсың. Сонан соң бір темір сынық таға бар дейді. Немесе бір темір зат бар. Алып келді. Сол темірді алып келдіреді. Алып келгеннен кейін мешіттің алдында тұрып айтады, халайық, мынау затты кім сатып алады дейді. Бір кісі айтады, мен 1 дирхамға сатып аламын дейді. Сөйтсе екінші басқа адам, мен 2 дирхамға дейді. Сол 2 дирхам деген адамға береді. Сөйтеді де 2 дирхамның біреуін қолына беріп айтады, мынаған бала шағаңа тамақ ал мынаған базарға барып балта алып келді, маған кел дейді. Әлгі кісі тамақ алып үйіне тастап, балтаны пайғамбардың алдына алып келеді. Сонда пайғамбарымыз сол жердегі ағаштардан тауып сындырып, сол балтаға сап жасап, қолына береді де, бір арқа отын көтермесең алдыма келме деп, тауға сыртқа қарай шығарып жібереді. Сонда әлгі кісі енді Мадинаның жаны тау, барып сол жерлерден шапқанынша шауып бір арқа отын алып келеді. Пайғамбарымыз сол отынды сатқыздырады сол жерде. Сөйтеді де, мынау сенің тіршілігің, енді менің көзімнен көрінбе, 15 күн болғанда ғана кел дейді. 15 күннен кейін пайғамбарымыздың алдына 30 дирхамменен келдім деп айтады әлгі жігіт. Сонда пайғамбарымыз айтыпты, Алла тағала өзінің қолынан, өзінің маңдай терінің пейнетінен тапқан істі, тапқан несібені жақсы көреді. Ең ұлы рызық несібенің ең ұлысы, кәсіптің ең ұлысы өзіңіздің маңдай теріңізбен тапқан табыс, бұл Дәуіт пайғамбардың жолы болады деп айтқан екен.